банкроттыққа байланысты мынандай адамдарға мынаны айтып кетейінші. Банкрот боламын деп төлемді төлемей тоқтатып, жаңа 12 ай төленбеу керек, одан кредит реттеу керек дегендерді айтамыз ғой. Содан осы кезден бастап төлемей қойсақ бола ма, банкроттық өте ме? Қою керек ағайын. Дұрыс емес нәрсе. Адал болсаңдар, өздерің биліктен, әкімнен, өзгелерден адалдықты сұрап келіп, өздерің ақыр аяғында ыңғайсыз амалдар жасайсыңдар. Әдейі банкроттық деген бар. Ол бойынша оған айыппұл қарастырылған. Әдейі банкроттыққа әрекет жасамаңдар. Қажет емес. Төлеп атсыңдар ма, төлей беріңдер. Әлдерің келіп тұрма, төлеңдер. Бұл банкроттық әлі келмеген, дәрменсіз, жағдай нашарлаған, еңбекке жарамсыз болып қалған, халі шынымен де мүшкіл адамдарға, адал адамдарға арналған. Ал енді тағы да айлаға басып, мемлекеттен тағы да жығып қалам, я болмаса тағы да банкроттыққа кетем деп, кәдімгідей ақша құмарлықпен әрекет жасаудың қажет жоқ. Әдейі банкроттыққа жол жоқ. Егер ондайға әрекетке баратын болсаңыздар, түбі дұрыс болмайды. Есек көпірден өтіп кетуі мүмкін, бірақ ертеңгі есептен сақ болайық ағайын. Әдейі банкроттыққа жол бермейік.